Татабо мен енді адамдар сауатсыз болады екенін вообще ойламағам ғой негізі. Toyota Sienna 7,5 миллион теңгеге шығады деп қояды маған бір ағам. Қазақ номермен ана жігіттер маған айтып жатыр, сен не үшін 9 миллион теңге шығарып беріп жатсың деп. Мен айтам, айналайын аға, 2,5 миллион теңгеге сіз Sienna аласыз, жаңағы ескі 2012 сондайда алғанның өзінде сізге документацияңызға біраз шығып кетіп жатыр. 5,5 миллион теңге, объемы 3,5 болады, утилизбор 2 миллион 123 мың теңге төлейсіз. Құры документацияның өзіне сіз 5,5 миллион теңге төлеп тұра, 2,5 миллион теңге автокөлік ала тұра, сіз қалай 7,5 миллион теңге қазақ номер аласыз деп түсіндірем ғой. Бірақ жоқ, ана жігіттер маған 7,5 миллион теңгеге қазақ номермен предлагать етіп жатыр дейді. Жарайды, ала беріңізші. Айналайын, қазақтар. Мен өзім қазақпын. Сауатты болайықшы. Андай пайын деген видеоға қарағанша өздеріңіздің болашақ қандай көліктеріңізді алатындарыңызды біле тұра, подключ есептеп, қазақ номермен қанша шығатынын көріңіздерші. Содан кейін заказ беріңіздер. Құры біреудің құлақтан тепкен әңгімесін алып алып ертең 1,5 миллион теңге кредитқа кіріп жүрмеңіздер. Аман болыңыздар.